Осы жылдың 24 декабрь күні пайтақтымызда жайласқан Жас тамаша-гүлі театрында Ибраим Юсупов атындағы дүртушілік мектебі жүлкемлестіруінде жаңа жыл байрамына бағышталған концерт бағдарламасы болып өтті. Кәсіпкеріміздің осы орнынан таярлап келген репортажын назарыңызға ұсынамыз. Лажға Ибраим Юсупов атындағы қанекелестірілген мектеп-интернаты директоры Руслан Ташимов, сондай-ақ мұғалімлер һәм оқушы жастар қатынасты. Жаңа жылға арналған байрам кешесінде осы мектептің Жerdegi juldızlar драма дөңгелегі оқушылары өздерінің даярлаған сахналық көріністері, қосқылары һәм аяқ ойынлары менен қатынасты. Республикамыз бойлап жаңа жыл кайфияты күн сүрмекте, һәм сондай-ақ Ибраим Юсупов атындағы дүртушілік мектепте оқушылардың оқудан тысқары бос уақытлар мазмұн өткеру мақсатында Jerdegi juldızlar atlı драма дөңгелегі жұмыс алып бара жатыпты. Бұл дөңгелектің тикарығы жастарымыздың дүртушілігін жүзеге шығару, оларға жақыннан жәрдем беру, һәм өздерінің таланттарын басқа да теңдестеріне көрсету мақсатында республика бойлап үлкен гастроль сапарларында болып жатыпты. Мысалы айтатын болсақ, сол май айында Мойнақ районына барып қайттық. Кеше жақында Қожелі һәм Тақатас районларында барып, өздерінің теңдестеріне сол өмірде болып жатырған бір машқалалық жағдайларды сахналық көрініс арқылы жеткізіп беру, олар жастар туры жұмақ шығару, һәм өмірде алжасып жүрген жастарды туры жолға бастау мақсатында бүгін шөлкілместірген, һәм бүгін ең сол жылдың жұмағы бойынша Нөкіс қаласындағы Жас тамаша-гүлі театрында өздерінің теңдестеріне үлкен концерт бағдарламасы ұсынып жатыпты. Мен ойлаймын, бұл қойылып отырған сахналық көріністер жастарға бір тәрбиялық жақтан үлкен ахметке ие. Һәм келешекте оқу орындарын бітіріп, жоғары оқу орындарына кіруде бұл осы жерде шыққан сахналық көріністер үлкен жәрдем береді деп ойлаймын. Һәм бүткіл халқымызды кіріп келе жатқан 2022 жыл байрамымен құттықтаймын. Осындай байрамда барша көрсін естеп ете берсін. Ата-анаға хүрмет, кішіге іззет, досқа садақлық кібі инсанилық фазилетлерді өзінде жемлеген сахналық көріністер жиналғанларға көшлі тәсір оятты. Жаңа жыл алды, біздер үлкен концерт қойдық. Бұда ерке қыздың ертегі пьесасы бар еді. Мен бұда Айдын рөлін атқардым, ең басты рөл. Бұны сахналық көрініс қылып алып шығуымыздың себебі жастарды кітап оқуға шақыру.